Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 11-ші сабақты өтеміз. Біздің 41-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Ағаш ек. Адам таза ауамен дем алады. Адам демімен шыққан ауа қайта жұтуға жарамайды. Ал таза ауа қайдан келеді деп ойлайсыңдар? Таза ауа ешқандай да келмейді. Айналамыздағы ағаштар жарамсыз ауаны жұтып, өз үшін қажетті иісті ұстап қалып, онымен қоректенеді де ауаны тазартады. Үйлердің айналасында, көшеде, аулада өсіп жапырақ жайып тұрған ағаш неғұрлым көп болса, ауада соғұрлым таза болады. Таза ауамен демалған адамның дені сау, көңілі қош болып, ұзақ өмір сүреді. Сол себептен бабаларымыз өмір жасыңды ұзартқың келсе, ағаш ек деп өсиет айтқан. Мәтіннің авторы Спандияр Ахаев. Енді төменде тұрған тапсырмаларды бірге орындайық. Бірінші тапсырма. Мәтін не туралы? Мазмұнын айт. Мәтін ағаштың пайдасы және оның ауаны тазартудағы рөлі туралы айтылған. Ағаштардың көп болуы ауаны тазартып, адамның денсаулығына жақсы әсер ететіні баяндалған. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Негізгі ой, адам ұзақ әрі сау өмір сүргісі келсе, ағаш отырғызуы керек. Өйткені ағаш ауаны тазартады. Үшінші, мәтіннің түрін және бөліктерін анықта. Мәтіннің түрі пайымдау мәтіні. Өйткені автор ағаштың пайдасын дәлелдеп түсіндіріп отыр. Сондықтан пайымдау мәтіні. Бөліктері. Басы, адам таза ауамен демалады. Ол не үшін қажет? Негізгі бөлігі ағаштың ауаны тазартудағы рөлі. Ал қорытындысы, көп ағаш отырғызу ұзақ өмір сүру кепілі. Сондықтан ағаш егу керек. Төртінші, мәтін неліктен ағаш ек деп аталған? Өйткені мәтіннің негізгі ойы адамдарды ағаш отырғызуға шақыру. Ағаш отырғызу арқылы ауа тазарады, адам дені сау болады. Бесінші, бабаларымыздың өсиет сөзін көшіріп жаз. Өмір жасыңды ұзартқың келсе, ағаш ек. 42-ші жаттығу шығармашылық үзіліс ұйқасын тауып жаз. Аң мен құсқа қорған, болған қалың орман, құлпырып көк өсер, құйған сайын нөсер. Өлеңнің авторы Тұрысбек Еділбаев. Тапсырма. Жазған өлең бойынша өзіндік ой тұжырым жаса. Орман табиғаттың байлығы. Аң құсқа қорған. Орманды көп отырғызсақ, табиғат та жасыл болып көп шалғын өседі. Жаңбыр жауған сайын жер құлпырып әдемі болады. Сондықтан табиғатты қорғау, ағаш егу бәріміздің міндетіміз. 43-ші жаттығу. Табиғатты қорғау үшін не істеу керек? Тақырыбында пікір білдіруге арналған сұрақтар құрастыр. Мынандай сұрақтар құрастыруға болады. Ағаш пен гүлдерді не үшін көп отырғызу керек? Қоқысты неге жерге тастамау керек? Жануарлар мен құстарды қорғау үшін не істейсің? Су мен ауаны қалай таза ұстауға болады? Табиғатты қорғау не үшін маңызды? Сен өз аулаңда, мектебіңде табиғатты қалай қорғайсың? Міне осындай сұрақтар құрастыруға болады. 44-ші жаттығу. Сөздерді мағынасына қарай орналастырып өлеңді оқы. Елім менің айдынды, шалқар жерге бай, көлге бай. Өлеңнің мағынасын топта талқыла. Өлеңнің мағынасы: бұл өлеңде туған елдің байлығы, табиғатының әсемдігі, кең даласы мен мол сулары суреттеледі. Ақын өз елін мақтан тұтып, оның байтақ жерін, шалқар көлдерін дәріптейді.